Әрбайты дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің қауіпсіздігім. Ең алдымен біз сабақтың мақсатымен танысып алайық. Тұрмыстық құралдарды пайдалану ережелерін графикалық түрде көрсету. Олай болса барлығымыз балалар назарларыңызды көріп тұрмыз. Кім айтады? Қайсар? Тамаша. Тағы да? Асылбек? Әмірхан? Мағжан? Тамаша. Балалар осының барлығы не арқылы іске қосылады екен? Тоқ арқылы іске қосылады екен. Балалар қараймыз барымыз. Біз ненің суретін байқап тұрып тақтадан тағы да? Қарайықшы бәріміз. Кәнекей? Балауса? Қалалар бір тоқ көзіне бірнеше тоқтарды қосуымызға бола ма екен? Бола ма екен? Жоқ, болмайды екен. Бұл бір-біріне әсерін тигізеді екен. Бірнеше құрылғыны бір мезетте бір тоқ көзіне қосуымызға болмайды екен. Сіріңке немесе оттық тауып алсаң, міндетті түрде ата-анаңа бер. Есіңде сақта, сіріңке ойыншық емес. Біз сіріңке тауып алсақ, кімге апарып береміз екен балалар? Ата-анамызға апарып береміз екен. Қараймыз балалар. Мына сіріңке бұл бізге не болады? Сіріңкемен ойнауымызға болмайды екен. Ол өмір қауіпсіздігімізге әсерін тигізеді екен. Балалар сіріңкемен оттықпен ойнамауымыз керек. Олар өртке әкеліп соқтыруы мүмкін. Газ плитасына біз жақындамауымыз керек. Яғни анамыздың рұқсатынсыз біз ешқайда жақындамауымыз керек. Газ плитасы жанып тұрған кезде асханада біз жалғыз қалуымызға болмайды. Розеткада жақындама, оған әртүрлі заттарды тықпа, әйтпесе тоқ ұрады екен балалар бізді. Аулада от жақпа, ол өртке әкеліп соғуы мүмкін. Енді балалар, бұл жерде ненің суретін байқап тұрмыз? Яғни киім. Оны біз не арқылы іске асырамыз? Тоқ көзі арқылы іске асырамыз. Келесі сіріңке. Яғни сіріңкемен ойнауымызға болмайды. Қанды от шығады. Келесі яғни оттық, омен де біз ойнауымызға болмайды. Газ плитасы. Яғни бұдан да не шығады деген болар? От газды біз қосып кетуімізге үйде болмайды екен. Оның барлығы біздің өмірімізге қауіпін тигізеді екен. Олай болса, ненің суретін байқап тұрмыз? Яғни не жанында? Үй өртеніп жатқанда біз қандай телефонға қоңырау шалуымызға болады екен? 101 нөміріне біз қоңырау шалып, өрт сөндірушілерді біз шақыруымыз керек. Сол кезде өрт сөндірушілер бізге не істейді? Құтқарады, яғни көмегін тигізеді екен. Енді біз өрт шыққанды біз бір білетін болсақ, өрттің ауқымы кішкентай болса, ондағы крандағы сумен болмаса қалың дыңқыл матамен өшіруімізге болады. Өрттің жаңа ауқымы үлкен болса, біз 101 нөміріне хабарласып, өрт шыққан мекен жайды барлығын хабарлап етіп, біз өрт сөндіру қызметкерлерін біз үйге шақыруымыз керек екен. Енді ғимараттағы барлық тоқ көздерін ажыратып, газ құбырларын жабуымыз керек. Егер өрт көп қабатты ғимараттың төмен қабатынан шықса, ғимараттың жоғары қабатына немесе төбесінен шығып, оларға көмектесуіміз қажет екен. Балалар, барлығымыз тақтадағы бейнетаспаға назар аударамыз. Бұл жерде өрт қауіпсіздігін бізге 9 ережесімен таныстырады. Ең бірінші ережесі электр құрылғысы мен сымдарды су қолымызбен ұстамауымыз керек.
өрт болғанда біз қандай телефон номеріне қоңырау шалуымыз керек? 112 номеріне қоңырау шалуымыз керек. Бұл бізде қазір бейнетаспада көрсетілген 9 ережені біз күнделікті үйде бәріміз сол 9 ережеге сүйене отырып сақтық шараларын қолдануымыз керек. Ол өміріміздің қауіпсіздігін сақтайды екен. Өрт дегеніміз бұл тілсіз жау. Өрт дегеніміз ойламаған жерден өрт шығуы мүмкін бе? Сол кезде мысалы өрт үйдің ішінен шықса, біз есік терезелердің барлығын жауып қойыңыз. Өйткені ол үйге ауа кірсе, от одан кетіп не болады? Күшейіп өртенеді. Егер ал есік терезелерін бәрін жауып тұрса, біз ол өртті сөндіруіміз бізге өте оңай болады екен. Міне, бұл жерде балалар не өртеніп жатыр? Міне, үй өртеніп жатыр. Өрт дегеніміз өте ол тілсіз жау. Өрттен біз сақтанып жүруіміз керек. Өрт кезінде бізге не істеуге болмайды балалар? Бәріміз киімімізге от тигенде жүрмеңіз. Ол оттың одан сайын өршуіне әкеледі. Одан да киімді шешуге тырысу керек. Болмаса еденге жатып алмау керек. Егер жаныңыздағы адамның киімі жанып жатса, оны өшіру үшін дымқыл матаны оған жабуымыз керек. Терезелерді ашып, түтінді шығаруға болмайды. Таза ауа отты одан бетер өршітеді екен. Лифтті қолданыңыз. Өрт кезінде электр тоқтары өшірілетін болғандықтан лифт кез келген жерде тоқтап қалуы мүмкін. Қорқынышқа бой алдырып, жоғары қабаттан секіруге балалар болмайды. Екендерге балалар біз ең алғашқы көмек көрсетуіміз керек. Ол үшін біз 103 номеріне хабарласып, жедел жәрдем шақыруымыз қажет екен. Күйік алған адамдардың үстіндегі киімін шешуге болмайды. Күйген жердегі киімді біз сол жерді адамның терісіне жабысып қалған жерлерді біз қырқып алып тастауымыз керек. Күйікті іспеттелген немесе марганец ерітіндісі батырылған матамен жабуымыз керек. Өте үлкен күйікке шалдыққан адамды үлкен матаға немесе төсек жаймасына орап, ыстық сусын беріп жылылау керек. Түтінге уланған адамды таза ауаға алып шығуымыз қажет. Балалар біз үйде темекі шекпеуіміз керек. Толық сөндірілген кезге дейін көзіміз жетпей, терезеден лақтырмауымыз керек. Тамақ істеп жатқанда газ плитасын бақылаусыз қалдырмауымыз керек. Электр тоғы мен газ құбырларын үнемі тексеріп тұруымыз қажет. Қандай да бір ақау барын байқасақ, бірден арнайы мамандарға біз хабарласуымыз қажет екен балалар. Өртке арналған арнайы сатылар мен төтенше жағдайда шығатын есіктерді жаппаңыз. Өрт сөндіргішті қолданып үйреніңіз және оның отбасындағы мүшелеріне де көрсетіңіз. Себебі өрт шыққанда оның нұсқаулығын оқып тұруға уақытыңыз болмайды. Өрт жағуға арналған сіріңке, оттықтарды балалардың қолы жетпейтін жерге біз сақтап қоюымыз керек. Балаларыңызға төтенше жағдай жөнінде номерлерін жаттатып қоюымыз қажет. Балалар өрт сөндіру үшін біз қай телефон номеріне хабарласуымыз керек? 101 номеріне. Полицияға? Жедел жәрдемге? Газ апаттан құтқару үшін 104 номеріне хабарласуымыз керек. Біз әрқашан өміріміздің қауіпсіздігін сақтап жүруіміз керек балалар.